Улуу Ватан жеңкінде беңілернен Кырым татар аскерлері душман ile күрешіп жан бергенлер. Оларның сырысында менің кардедем Амит Абиев ве оның doğmuş татасы Айше Абиева. Олар ақында мен анамны ве Айше картанамны зинаддашы екім Риза Бекировны икая етмеге рижа еттім. Білесің ма, балам? Бойлай инсанларымыздың тарихыны угреніп, башқаларға танытмаға керек деп сая. Қартбабам Амит ве Айше алам Бақчысарай районының Алма-Тархан көйінде дүнияға келгенлер. Қартбабам 1910 сенесі, қардашы Айше есе 1921 сенесі doğды. Вақты келгенде олар көй мектебіне барып 5 сыныфны бітірелер. Амит ве Айшеге оқып қолай берілейді. Оның үшін бабасы оғлыны Ахметжеттеки Рафаққа ебермеге қарарға келі. Айше есе Бақчысарайдаки фельдшер-акушер техникумына оқымаға кіре. Оқуны бітірген соң 1932-1937 сенелері Амит қардедем колхозда бригадир олып çalışқан. Айше 1939 сенесі оқу юртыны бітіріп, Жолман көйінде хастаханеде çalışмаға башлай. 1941 сенесі июнь 23-те Амит Қартбабам шинель киіп жебеге, Айше қардашы арби қызметке Менсанбатқа кетті. Ақяр мұдафасында Амит Қартбабам өз туған топрағыны үшін 8 ай амансыз жен кетті. Женг yolları Амитні Болғарыстан топрағына кетірділер. Зайчар Белгород тарафында немселерге қаршы ағыр қанлы ұрушылар башланды. Амит Қартбабам янында патлаған минадан башындан ағыр яраланды. Оны госпитальге қойдылар. Экімлер, хирурглар жанының құртармақ үшін вақыт ажымай әрекет еттілер, амма файда бермеді. 1944 сенесі октябрь 9-да Қартбабам вефат етті. Арқадашлары оны Видин шеріндегі қабрыстанда дефін еттілер. Мезары үстінде қызыл йылдызлы әйкелчі қойдылар. Амма бұақта әйлесінің хабері yok еді. Амит өлгенлер ве хаберсіз ғайып олғанлар жедвелерінде yok еді. Зодие битамның язмаған, сорамаған ері қалмады. Сізін ақайыңыз Абиев Амит өлгенлер ве хаберсіз ғайып олғанлар жедвелерінде yok, деп жевап алайды. Женг біткен соң 45 ел кече. 1990 сенесі Қырымға келген Зодие битам Одессалы журналист Геннадий Русановдан Қартбабамның тақдыры ақында ақиқатны біле. Бойлелікнен бұтын әйелі Аметнің қараман жасына әляк олғаныны біле. Айше Днепропетровск якынларында ерлешкен 329 медицина батальонына арби фельдшер олып тайын олына. Женг атешіне шу ерде кіріп, құршын сызғыруларыны, өлілеріні бірінші кері анда көрді. Маңа бірінші ұрышлар бер қорқыншылы көрінді. Ләкін соңында алыштым, дейді Айше алам. Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Донбасс шерлері үшін ұрышларда иштирак етті. Кавказ мұдафасында болынып, Пятигорск, Орджоникидзе шерлері үшін жентлешті. Ағыр вақытлары құршын түбінде қалса да, снарядлар партласа да, Айше яраларыны өлімден құртырмаға тырыша еді. Айше Керч ве Эфсаневи Севастопольды сапун даг üçün дешетлі ұрышларда иштирак етті. Севастопольны азат етуф üçün ұрышларда соңына жентлешті. Вечок ярарлықлар көстерді. Севастопольны азат етуф üçün медальнен мүкафатланды. Женг біткен соң, Айше чок арби женкевер медальлер иле омузында лейтенант погонлар олған яш женгче қыз олып қайтты. Ве о зенатыны девам етті. Амансыз Женг оның юрегінде сілінмес из қалдырды. Өзбекистанда Айше Қартанамнен бір хастайханеде екім Риза Аға Бекиров çalışты ве о ақында өз хатырларыны биян етмеге істей. Мына яш фельдшер болып, арби фельдшер болып келгенде, бірінші қызмет етіп башлағанда, өле бір бек қиын, бек өле бір мүреккеп бір алға қалған вақытлары болған, яраланған қастаға қан қойатқан малінде, өле бір авадан немсе ұшақлары оларын бомбежка япалар, бүтін отырған он госпиталь ilmi тешікке чевірле, анда әркес қача, паника, сол бұл ашапты о малде қан қойып, бір яралыға қан қойатқан малінде, өле бір ал бола, о қан алайатқан ярадар бір инсан, ята дочка, ану, убегай, видишь, бомбежка идет, бомбалайлар дейді,
bu asıl kıpırdamayışaptı. Cesur apay özün yapkan için temiz yapa neden özün neden saysa öyle de yapaydı. Yaralangan insan kaldırmadı. Onun ömrünü saklaş için her bir kolundan kelgen şeyini yaptı. Şunun için onun komandanlığı da o yapkan hizmetlerini yaxşı bildi de onu teklif etip oğa bütün hizmet etken nemesinde bölümünde oğa özün büyük teşekkürüm bildirir. Dnepropetrovsk'ta boğan vakıya, Dnepropetrovsk'ın Petixatka degen köylerin yanında boğan bu vakıya, o yerde pek çok adamlar yaralangan adamlar, askerlerin endi çıkarmak gerek. O halde o nazik bir yaş küçük felçerlerle institut şu училищесini bitirgen felçer училищесini Ozun kolay mı? Bakınız kolay değil de o sizge bir erkek kişini tartıp binadan önemli ozun palatkasına yardım hospitalga gelmek kolay şey değil ölesin. Sağlam kişi bile erkek kişi bile bir adam yaralangan adam çıkar da bakınızdan o etmesi kolay. Acele yardım diler bizde. Acele yardım, skora neotozna медицинская помощь. O şeylerin hepsini aşağıda âli derecede yapaydı, her bir şeyin kolundan geleydi, her bir şeyin yapaydı onun için. Evet, anda hekimler var idi. Hekimler ameliyat yaparlar, oğa aşağıda bir büyük dikkatle baka, son o büyük hekimin ruhsatiyle o ameliyatların sonundan özde yapaydı. Öyle şeyler her bir şey kolundan geliyordu aşağıda yani. Мына жеңіктен соң мына жеңіп бітті, демек епсі evге қайтып келді. Айшалам да әлбетте evге қайтып келді, ama Қырымға дегілді Өзбекстанға қайта. Ve siz beraber bayağı yıl bir больницада çalıştınız. Demek bu hakkında ne айтып bilesiniz? Endi ben yaş hekim 74. senesi institutunu bitirdim de men направление boyunca anda yuqumli hastalıklar bölümünün başlığı oldum da. Kesem bir tecrübeli bir aşapten endi qo'ng'ishni sifatini da biledim. Endi büyük hemşire sifatında endi bildim. Çünkü büyük hemşirenin de ehemmiyeti больницада pek büyük edi. Anda ne etmez diyeyim, aşapten teşebbüsünün o больница öyle bir intizamlı больницаға çevrildi. Siz esinizde bolsa gerek, mana Buloqbashqa ketganda yo'l bo'yida O'zbekistonda öyle bir mejnun tallari o'sadi. Öyle bir güzel terekler, plakучая ива deydilar oga, mejnun talga. O anda bir cennetin bag'ında bo'lganday bo'lar edingiz. Anda öyle o'sgan gullar, anda öyle bir temizlik, bir mashina kirmaydi. Andijon viloyatining 12 tane oblasından bizim Xo'jaobod rayon больницасы birincilikini alaydı. Birincilikini. Çünkü bu Ayşe Abiyeva'dan, Ayşapte'den adamlar anda çalışıyordu. Bizim Ayşapte'den gayrı da bizim kadın kızlarımız öyle bir yaxşı özünü için bilgen adamlar çalışıyordu. Şunun için o Ayşapte'nin yapkan şeyin kıymet kesmesi pek kıyın. O yapkan şeyleri ben sizge sorasanız ben aytayım. Onun teşebbüsünün bizde tibbiyat müzeyi değil, müzey medisina deydiler. Bütün Xo'jaobod rayon medisinasının demesi müzeyi açıldı. Yekeni ondan bir yerde öyle müze yok edi. Hep herkes gelip onun taciplerini bakıp giderler o müzeye. Son aytam da o bizim baş hekimde bir Avaz Kacaklı degen adam var edi. Onun pek çok adamlar bile o bizim halkın pek seviydi, mot eteydi. Ayşapten öyle bir Allah dayan koruydu, onu yapkan işlerini pek degen edi. Ana teplotirasan ketedi, o teplotirasan üstüne o boş sıcak ketmesin deyip onun üstüne teplitse yapkan ediler. Hastalarga pomidor, limon, öyle bayram günleri tarqataydılar. Öyle bir teşebbüsçü bir adam edi. Son anda da bir şey aytmasdayım.
Советское здравоохранение Узбекистана деген журнал чыгады. Бек өле неме Аврели яхшы бір авторитетный бір неме мejmua. Онда Авыз Қажағыч мына 9 майға бағышлап Айшете хақында балабан бір очерк жазған еді. Рус тілінде ана шу журналда. Егер ақтарсақ, онда тапмағы мүмкін да. Айше Картанама өз ана топрағына қайтып яшамаға қысмет oldu. О 73 yaşında келіп вефат етті ве Вилена койында дефен етілді. Мен айлемізде Амит Кардидем ве оның татасы Айша gibi қарамани инсанлар олғанына ғорур дуям. Аллах рахметіне олсунлар.